Ассалаумағалейкум, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен ең оңай тез дайын болатын донерді жасайтын боламыз. Бізге қажетті заттар: соус, осындай тауықтың дайын төс еті және де салат жапырағы, қияр керек, қызанақ керек және де лаваш керек. Лавашты қолдан жасасаңыздар да болады. Мен осылай дайын сатып алдым. Біз тауықтың төс етін осылай ұзыншалап турап алдық. Салат жапырағын ұзыншалап турап алдым және де қиярды, қызанақты турап қойдым. Ең бастысы өте тез және оңай жасалады. Менде тауықтың төс еті дайын сатылады. Болмаса кәдімгі төс етін қайнатып алсаңыздар болады. Лавашымызды төсейміз да ең астына салат жапырағын, қиярды, тауықтың төс етін орналастырып, бәрін рет-ретімен салып, ең бетіне қызанағымызды саламыз. Соус жасау үшін кетчуп пен майонезді араластырсаңыздар болады. Болмаса кәдімгі сетсебелеге майонез қосасыздар да блендермен өткізіп, осылай езіп аласыздар. Осымен біздің соусымыз дайын болады. Өте оңай. Енді лаваштың екі шетін жабамыз да ақырын қыспай қатты орайтын боламыз. Қызып тұрған табамызға салып алатын боламыз. Міне, лаваштың іші осылай болу керек, қараңыздар. Бәрін рет-ретімен орналастырасыздар. Қызып тұрған табамызға екі шетін аударып, қыздырып пісіріп аламыз, сарғайтып. Осымен дайын болды. Қараңыздар, керемет болып шықты. Дәмі деген өте ерекше болып шығады. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге менің рецептім ұнап жатса, менің парақшама тіркеліп, лайк басып және осы видеоны жақындарыңызбен бөліссеңіздер болады. Ас болсын!